Желге тартып бас ауырса, қандай аурудың белгісі? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Желге тартып бас ауырса, кейде желкенің жағымсыз, азапты ауруы ауыр дерттің хабаршысы болуы мүмкін. Әсіресе ауырсыну созылмалы түрде жиі қайталанып тұрса, бұл шаршағандық пен қажудың әсері. Желкенің ауру түрлері мен себептеріне келсек, остеохондрозбен ауыратын адамның желкесі солқылдап, батып, қысылып ауырады. Әдетте ол бұлшықеттердің қажуынан, бас қалпының қате орналасуынан болады. Қосалқы белгілер есту қабілетінің нашарлауы, көздің бұлдырлауы. Мойын остеохондрозы кезінде кей жағдайда бас сақинасы ұстайды. Желке тұсы кенет шыдатпай ауыра бастап, самай мен қабақ үстіне дейін жайылады. Онымен бірге құлақ шуылдап, көз қарауытады. Омыртқаның қабыну кезінде мойын, иық, бұғана, желке тұстарда ауырады да, қолды қозғалту қиындайды. Мойын спондилезі, мойын шеміршегі мен сүйегінің мойын омыртқалардың тозуымен сипатталатын ауру. Көбінесе бұл жас ерекшеліктермен байланысты. Мойынның қозғалғыштығы бәсеңдеп, желке не созылмалы, не үнем ауыра бастайды. Кейде бұл ауру көз бен құлаққа дейін таралуы мүмкін. Белгілері: мойын миозиті, мойын бұлшықетінің қабынуы. Басты белгілері: мойын мен желке, сонымен қатар жауырын арасының сыздап, созылмалы түрде ауруы. Әдетте адамның бір жағы екіншісіне қарағанда қаттырақ ауырады. Миозит суық тигізгендіктен қажудан пайда болады. Миогелоз кезінде желке, мойын, иық тұсы орташа ауырады, бас айналады. Бұл ауру мойын бұлшықеттеріндегі қан айналымының бұзылуынан пайда болады. Үшінші белгісі: егер желкедегі ауру атқыш, шыдамсыз, ұстамалы болса, бұл шүйделік жүйкенің қабынуынан болуы әбден ықтимал. Ол ауық-ауық басылып, желкенің сырқырап, батып ауруына алмасады да, арқа мен жақтың ауруына өтеді. Себебі суық тигізу, омыртқа аурулары. Желке тартып бас ауырғанын қалай емдейді? Желке тартып басыңыз ауырса, сізге терапевт, невролог, травматолог, кардиолог және ортодонт дұрыс диагноз қоюға көмектеседі. Қойылған диагнозға байланысты ем қабылданады. Массаж, қолмен емдеу, физиотерапия, электрофорез, магниотерапия, ультрадыбыстық терапия. Дене шынықтыру арқылы да ауруды емдеуге болады. Дерттің асқынған түрінде дәрігер арнайы антибиотиктер тағайындайды. Желкенің ауруын басуға мына заттар көмектеседі: бөлмені желдетумен ылғалдандыру, айқай шудан тынығу, күннің астында отырмау, біраз уақыт қатты жарық жерлерден алшақ жүру. Желкенің массажы, мойынға арналған орамжапырақ компрессі, шөпті майлар, жөке, жалбыз, сәлбен, ортопедиялық жастықтар. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Денсаулығыңыз мықты болсын.